Бақ пен сор, бірінші бөлім. Авторы Ғани Бейсен. Бір күні бейқам отырғанда төбемнен жай түскендей болды. Көлігіне қызылша тиеп, сатуға кеткен күйеуіммен жақын қайыным табытта оралды. Оқиғаның мән-жайын айтсам, үлкен жолға шыққанда газель мен КамАЗ соқтығысыпты. Газельде отырған күйеуім қайным сол жерде жан тапсырған. Мен ол кезде екіқабат едім. Естірткенде бақырып жылап, есімнен танып қалыппын. Қолымда да, құрсағымда да қызым бар еді. Ай күнім жетіп тұрғанда, мына қаза маған өте ауыр дейді. Біз осыдан 3 жыл бұрын үйленген болатынбыз. Күйеуім екеуміз 1 жылдан аса жүріп қосылдық. Үйде атам бар, енем бар, және 2 қайным бар. Алтауымыз тату-тәтті өмір сүріп жаттық. Сонымен қара жамылып біраз жүрген соң, күйеуімнің жылы өтті. Жақын қайным дегенім, ол менің атамның туған ағасының баласы еді. Оның да келіншегі, яғни менің келінім жесір қалды. Сөйтіп жастай қалған 2 бейбақ соңғы күні талқыға түстік. Өйткені күйеуімнің жылдық асына келген қонақтар тарай бастағанда, осындағы ағайын туыстар қалып, өзара бас қосты. Менің анам бар, әкем бар, келіннің анасы бар. Жалпы бәрі жабылып кеп, біз екеумізді ортаға алды. Ең алдымен аңырап алған енем сөйледі. Мына сені Қапошжанға қоссақ деп отырмыз, келінжан, деп еңіреп берді. Оған еңкілдеген атам қосылды. Онан ағайын туыс, көрші қолаң қосылды. Шулап жылап, үйдің ішін бастарына көтерді. Мен де қосылып аңырап бердім. Сонда мені өз қайныма қоспақшы ма деп қоямын. Қапошжан деген туған қайным, күйеуімнің інісі, мінезі де ауыр, таза еңбекқор жігіт. Бірақ бұл менен 4 жасқа кіші, әлі енді мектеп бітіріп жатыр. Жалпы менің күйеуімде көп сөйлемейтін, салмақты жігіт еді. Қайнымның түрі ұқсамаса да, мінезі ұқсайтын. Күйеуім енеме, қайным атама ұқсайды. Екеуі бір үйдің балалары. Мен сонда бетімді басып отырып ойлана бастадым. Мұнысы қалай болады? Деймін ғой баяғы. Бұл әлі жас бала. Мен болсам 2 қызым бар. Сол жерде ара кідік анамның да сөйлегенін естіп отырдым. Қызым, маңдайыңнан көрерсің. 2 қызбен бөтенге барғанда бақыт табасың ба? Қазір түрлі бәле бар. Жын-жыпырдың бәрі жер бетіне шыққан заман ғой. Болашақта тұрмысқа шығу керексің. Сен әлі жассың, дейді. Бұл енді қарсы емеспін. Қала ғой қызым деген еді. Шынымды айтсам, сол жерде өз құлағыма өзім сенбедім. Өйткені мұндайды кім көрген? Мен әлі де сол күйеуімнің елесімен өмір сүріп жүргенмін. Қиялымда осының бәрі өтірік боп, ертең бүрсігүні менің күйеуім қайтып келетіндей болатында тұратын. Сонан соң мен тұрмысқа шыққанда музыка ойнап, той-думан болатын еді. Мына жерде жылап сықтап отырып, неке қиямыз дегендері бір түрлі екен. Сонымен менің басымнан сипаған анам да, енем де жалпы бәрі кеп бақ тілеп, соңы той болсын деп жатты. Осылайша 2 қызыммен бірге өзімнің де болашағым шешілді. Сонан соң қайнымның келіншегіне кезек жетіп, оған қолқа салу басталды. Оның өзінен кейін қайнысы жоқ, қайнағамызға қоспақшы. Екеуінің жас айырмасы 9 жыл. Ол бейбақ болмайды, деп азарда безер болды. Айқайлап жылап жұлқынып шықты. Тіпті киімдерін жинап жүріп, сөмкесіне сала бастады. Кім барса да айтатын жауабы бір-ақ сөз, кетемін дейді. Сонда келінді көндіре алмаған соң, сол жерде бәрі сап тиылды. Содан жамырап, жылап ақ баталарын беріп, төркініне шығарып салды. Яғни шешесінің қолына ұстатты. Қысқасы, олар сол күні-ақ біздің некемізді қиып суын ішкізді. Бір түрлі ыңғайсыз екен, ұялатын сияқтымын. Төмен қарап бетімді басып, көзімді көлегелей бердім. Бірақ некеңді қиып, суыңды ішкен соң қайда барасың? Мен сол үйде қалдым. Келін шығып кете барды. Содан баяғы күйбең тірлік қайта басталды.
Арадан көп өтпей қайын күйеуім Алматыға барып оқуға тапсырды. Ол мектепті өте жақсы оқитын, сынақтан сүрінбей өтіп, үлкен универдің табалдырығын аттады. Бірақ сол үйде болған 2 айда мен де оған бауыр басып, аз да болса күйеуімді ұмытқадай болып едім. Өлгеннің соңынан өлмек жоқ дегені осы екен. Ал бір ұл, бір қызды жетектеп кеткен келініммен сәлеміміз үзілмеді. Екеуміз қатар келін болып түсіп едік. Арамыз 3-ақ ай болатын. Менікінің жолы үлкен боп, ол менің атымды айтпайтын. Есесіне, мен де оны келін деп еркелетіп отыратын едім. Және де қатар болған соң екеуміз көп сырласатынбыз. Күйеулеріміз қайтқан соң ол екеуміздің сырымыз да, мұңымыз да бірдей еді. Ұйықтай алмай жүрмін. Жалғыздық жанымды жеп барады. Енді не болады? Деген дөдамал ойлар мазалайтын. Соны айтып шер тарқатып жүрдік. Және де осы 1 жылда біз екеумізге ешкім ештеңе деген емес. Енем де, үлкен абысындар да жылы сөзден басқа айтпайтын. Жалпы менің енем бұрында қатты сөйлеп көрмеген еді. Сондай-ақ оның да енесі не үлкен абысыны бірдеңе демеген. Алайда сыртымыздан құрған осындай жоспарлары бар екен. Оны сол жыл асынан кейін айтып, төбемізден жай түсірді. Сосын мұның тағы бір қызығы, біз екеуміз неше түрлі құпиямызды айтсақ та, байларымызды жамандап көрмеппіз. Оның да, менің де бай жайлы жаман сөз аузымыздан шыққан емес еді. Қалай өзі? Дейді келінім бір күні. Жақсы, сол баяғы сиыр сау, айран шаю, сөт пісіріп құрт жаю, дедім. Бір жігіт соңымнан қалмай жүр жеңеше, дейді. Жүрегім зырқ ете қалды. Қимаймын ғой өзін, қайтейін. Содан ол мені жұмысына шақырып қоймаған соң, сол бір күні бардым. Оны да алдын ала Алматыда оқып жатқан күйеуіме айтып, рұқсатын сұрап бардым. Ол өзінің бұрынғы жеңешесі болған соң қарсылық танытпады. Сөйтсем, келінім сол маңдағы бір кафеге жұмысқа тұрыпты. Төбесінде зіркілдеп тұрған түрік қатын ба біреу. Әйтеуір қазақтар емес. Оны көргенде көзіме жас үйіріліп, сыңсып сығымдап алдым. Бір кезде, мына жігіт, міне, деп бір баланы көрсетті. Құдай-ау, мынауыңнан үлкен болса да, үйдегі қайнаға жақсы ғой келінжан, деппін сыбырлап. Қоймай жүр, ажырасқан екен, дейді. Бұл да қазақ емес, кавказдық па, түрік па, әйтеуір аралас құралас біреу екен. Қысқасы, мен сол күні ынжырғам түсіп тұнжырап қайттым. Келінің әбестігі жоқ еді ғой, деймін ішімнен. Қайным тірі күнінде қыңқ деген емес еді. Мынаумен бірдеңесі бар сияқты. Өйткені ананың сөзі, ол шайғана соңында жүрген жігіттің сөзі емес, дікеңдеп тұрғандай көрінді. Бұл оның ығына шығылмаса, қайдағы дөрекілік деймін. Дегенмен қолдан кетті, басы босады. Енді өз еркі өзінде. Әйтеуір бұл сонымен жүріп жүрмін, деп жазатынды шығарды. Тек күйеуіңе айтпа, дейді. Менің күйеуім, оның да қайынысы, содан ұялса керек. Әрине айтпаймын, ол Алматыда оқуда, деймін. Содан бір күні бұл тағы да жазды. Келіңізші, ішім пысты, дейді. Мен сорлы тағы да бардым. Себебі оны біздің үйдегілер келін деп жақын көріп жүрді. Тіпті қыз бен ұлға бірдеңе апарып берші деп енелерім ақша беретін. Сөздің тоғы етері, менің келінім бұзылды. Бұзылғанда да көз алдымда өте қатты бұзылды. Анау кавказдықпен ұялмай қызармай құшақтасып отыратынды шығарды. Оныңыз бір жөні түзу еркек болса екен, мұның дұрыс емес, деп өкпе айттым. Жақсы ухажер жақсы жасайды, дейді. Жақсы болса неге тимейсің, десем, осы қыста үйленеміз, деп айтты, дейді. Сол жерде алғаш рет, мынауың түрік па, кавказдық па, деп ашып сұрадым. Әзірбайжан, олар да мұсылман екен ғой, дейді келінім. Әне, сонан соң мен онымен араласпаймын деп шештім. Бірақ WhatsApp'та қыр-сырымыз үзілмеді. Аптада 3-4 рет күн жазысып, хәл сұрасып тұрдық.
Оның арасында күйеуім келіп кетіп жүрді. Мен де барып тұрдым. Алматыдан пәтер жалдап, 2-3 күн қасында болып қайтып жүрдім. Осылайша менің өмірімде ешқандай өзгеріс болмады. Сол баяғы үй, сол баяғы қора, сол баяғы көз көрген атам мен енем еді. Сөйтіп жүргенде қыс келді. Әдемі келінімді анау жүнді балақ ала қоймады. Онан көктем келді. Бәрібір үйленбеді. Оның соңынан жаз өтіп, тағы да күз келді. Сонда да бұл бейбақты ол жүнтөс қатын қылмады. Содан бір күні жазады: келіңізші, жылап отырмын, дейді. Бармағаныма біраз болған еді. Оған деген өкпем бар сияқты. Мынадан соң жаным ашып барғым келді. Енемдерден рұқсат сұрадым. Әдеттегідей үлкен енем мен атам 2 баласына, онан өзіне деп біраз киім әперіп, ақша беріп жіберді. Қайтсын, өз баласының балалары ғой. Оларға менің де өз енем мен атам қосылды. Бұларда қалтама біраз нәрсе салды. Үлкен бір сөмкені толтырып апардым. Мені ұл танымаса да, қыз таниды ғой. Ұлды ертіп жүгіріп алдымнан шықты. Тілі былдырлап қалған бәле өзі. Тәп-тәтті қошағандарым. Сөмкемді сол күй алдарына қойдым. Мұны кім берді? Қайдан алдыңыз? Дейді қыз былдырлап. Деп барып аузымды басып отыра қалдым. Өйткені маған жалт қараған келінім айтпа дегендей ымдап кеп жіберді. Тілімді жұта қойдым. Сонан соң шайға отырып әңгімеге көштік. Оның мені алатын түрі жоқ, жай ғана пайдаланып жүрген екен, дейді. Мен соны біліп едім, десем, мен байқамаппын, қатыны 4 ұлы бар екен, дейді. Сонда ғана білдім, ол менің келінімнен 11 жасқа үлкен еркек екен. Қайран келінжан, 9 жас үлкен, деп қайнағама тимеп едің ғой. Тап осы сөзді айтқым келсе де, ішіме бүгіп қалдым. Қысқасы мен ол үйден тағы да көңілсіз оралдым. Содан бір күні қыздың туған күні болды. Бұл барғанда жалғыз емеспін. 4 жеңіл көлікпен топырлатып толпа бардық. Біраз киімдер апарғанбыз. Оның үстіне әрқайсымыз 10 мыңнан ақша бердік. Сол қайнағамыздың киім кешек сататын дүкені бар болатын. Жалпы осы қайнағам әжептәуір тұрады. Жеңешем мектеп мұғалімі еді. Бизнестері үлкейген соң мектебін тастады. Содан белді бекем буып саудаға кірісті. Соңында мыңғырып байып шыға келді. Өздері де айналаның бәріне көмектесетін, қолдары ашық жомарт жандар. Сонда да мына келінім үлкен деп көнбей кетіп еді. Ал енді сол жерде бұл тағы да сөз болды. Жұбанышқа әперсекші, арамызды үзбейікші, деп қалды енем келіннің шешесіне. Оны абысыны мініп әкетті. Олай болса, менің де қолым ұзарар еді. Анау үй алдында огород бар, онан мал бар, магазин бар. Келінімдей көріп жұмсап отырар ем, деп қалжыңға басты. Алайда келін бой бермеді. Жалпы мойын болар еді. Шешесі қарсы болғандай, мен қызыма ештеңе айта алмаймын. Менің қызым өз шешеді. Бармаймын десе, мен бар деп зорлай алмаймын. Әрі қарай маңдайынан көрер. Менің үйімден де аштан өлмейді, деп біртүрлі қарап теріс айналды. Осыдан соң бәрі қалды. Көзін сығымдаған енем бір жолата күдерін үзіп қайтты. Негізі біздің асынып-тасынып барғанымыздың сыры да осында еді. Ал арадан көп өтпей мен үшіншіме жүкті болдым. Құрғыр сақталып ақ жүрем. Сонда да көтеріп қойыппын. Жарап тұрған жас жігіт есесін жібермесе керек. Осылайша менің күйеуім 18 жасында әке атанды. Тағы да бір қызды туып бердім. Енем бейшараға сөзім жоқ, өте жақсы кісі. Әй, келінжан, жас бала жас қыздарға еліктеп бұзылып жүрмесін, уысыңнан шығарып алма, деп ақыл айтып сыбырлап отыратын. Шешесі сондай деп отырған соң, мен аяймын ба? Сарауыз балапан күйеуімді тұсап тастадым. 2 жылда мен деген еркек боп, үйлеуіме иіліп, айдауыма түсіп шыға келді. Өйткені менің отбасы болғым келгені сонша, тағдырдың жазғанмен үнсіз ғана келістім. Әйтпесе, мен ол кезде 21 жаста едім. Осы 21 жасымда жесірдің кебінін кидім. Сонымен қызы туылған соң, менің күйеуіме ақыл кіре бастады.
Жалпы ол бұрында ақмақ болмаған. Тек группаластарының арасында отбасылы жалғыз жігіт болған соң жастықтың жалынын көргісі келген шығар, оны да түсінемін. Аңғайсызданып ұялып жүрмін дейтін өзі, өйткені жеңгесіне үйленгенін бәрі де білетін. Кім айтса да, әйтеуір біреу айтты ғой, маған да соны группаластарының білгені керек еді. Не көп, шошаңдаған жас қыз көп, басын айналдырып алама деген қорқынышта болған. Тіпті өзіңнен үлкен екі балалы қатынға үйленіп, деп кемсінткендер де болған. Мұның бәрін мен одан алдап сулап сұрап алатын едім. Себебі, айттым ғой, ол әлі жас бала, бұлайша айтқанда, қанаты қатпаған сарыауыз балапан еді. Содан мен оны алдауға көштім. Қыз көрмедім деме, жасымыз 40-қа келгенше, мен ойлаған армандарға қол жеткізсек, саған өзім-ақ тоқал әперемін, деп айтып салдым бір күні. Жымиып күлді де қойды. Өйткені жас бала ғой, тоқалды қайдан түсінсін ол. Бірақ мен оның жер-жебіріне жеттім. Сен қазір жассың, менің болса алда біраз жоспарларым бар. Білесің ғой, мына үй біздікі емес, ертең алданыш үйленсе, біз бұл үйден кетуіміз керек болады, сол үшін жер алайық, деп сыбырлап жүрдім. Оны естіген енем қайнағамыздың дүкені маңынан алған жерін бізге әперді. Өзі барып, өзі сұрап әперді. Енді онан құтылу керек емес пе? Жеңешеме сатушы болдым. Сол қарызды қызым мен дүкен арасында жүгіріп жүріп, оңай дегенде құтылдым. Әйтеуір, қарансаң қарап қалмайсың дегені рас екен. Енем пенсияға ертерек шыққан, ол береді. Атам жұмыс істейді, бұл береді. Қызым қатайды, деп өзім сол дүкенде жүрдім. Ұзын сөздің қысқасы, алдағы бір жылда үйімнің қара жұмысын аяқтау арманым болған. Оны бітірдім. Күйеуім оқуынан келгенде аузы ашылып қалды. Ақшаң болса түк емес. Бірнеше құрылысшы келіп, 1,5 айда үйімді тұрғызып, шатырын жауып беріп кетті. Әрине, бұл менің басымда болған нәрсе. Ағайын қол ұшын созды. Ақша керек болса, абысында бар, енем әпереді. Енем емес, өзім сұрасамда жоқ демейді, береді. Бірақ көбінше сол кісі араласатын. Өйткені, келін, сенен алға қарай талпыныс көрдім. Еңбектенсең бәріне жетесің, деп отыратын. Дегенмен, абысынға қарыз болып жүргім келмейді. Дүкеніне жүк көліктен тауар түсірген күндерім де болды. Соның бәрін өзі есептеп өзі қойды. Қанша қарызым қалды деп те сұрамайтын едім. Енеме отырып, өздері есептеп өздер қоятын. Әйтеуір бір күні келіп, келінжан, енді балаларыңа қарай ғой, қарызыңнан құтылдың дейтін. Жарайды, деп алғысымда жаудырып қала беретінмін. Бірақ мен сонда да тоқтамайтынмын. Қит етсе барып көмектесемін. Жоғарыда айтқанымдай, газель тауарды да бір өзім түсіріп, кіргізіп тастайтынмын. Және де қолым жеңіл болды ма, бір күнде 100 мыңға дейін касса түсіремін. Ол кезде бұл үлкен ақша. Оған абысында, қайнағамда, енемде мәз еді. Сонда тұнжырап жүретін тек күйеуім ғана болатын. Оны түсінемін. Оған қазір ес кіре бастады. Өйткені әмеңгерлікпен үйленгенімізді енді түсіне бастады. Қатарларын көріп, ойы өзгерді. Бозбала боп, жігіттіктің желігінде көрмеді. Қыз жігіт боп, қол ұстасып та жүрмеді. Ойда жоқта 2 баласы бар, келіншекке үйлене салды. Енді мен оны тек алдап қана басамын. Бұл менің енемнің сөзі, соның үйреткені. Келінжан, ол әлі бала ғой, алдай берсейші, деп отырды. Ал әдемі келінім болса, ара кітік хабарын беріп тұрды. Бір күні түс кезінде үйге тұнжырап кірген атам енеме бірдеңелерді айтып жатты. Сөздерінен қандайда бір мәселе талқыланып жатыр. Баламның үсті басы кір қожалақ боп жүр екен. Келінге айт, шақырып, деді атам өкпем дауыспен. Негізі атам көп сөйлемейді. Кез келгенді қабағымен жұмсайтын адам. Оған енем не десін, сыңсыған дауысы шықты. Сонда менің келінді шақырып айт деген өктем сөзді естігенде тұла бойым дір ете қалды. Менің атамның мұндайы жоқ еді. Тапа-тал түсте келіп, енеме әлденені айт деп жатыр. Құрсын,
Үш қызымның үшеуі де тап-тұйнақтай таза жүреді ғой деймін. Соңғысы оранып құндақта жатады. Анау екеуіне болса аяқ шыққан, тіл шыққан. Олардың үсті бастары кір қожалақ боп жүрген емес. Ал әдемі келінді айтса, шақыр демесе керек. Өйткені ол өз басын ашып жауабын алып кеткен қатын. Егер абысынымды айтса, ол өзінің емес, ағасының келіні. Атам сонда қай келінді айтып тұр? Мен қайтейін, бәрі қу Құдайдан келді ғой, деп жылаған енем. Сонда еске қарай беттеді. Зып беріп, мен өз бөлмеме кіріп кеттім. Сонымен арадан көп өтпеді. Енем келіп, келін, әй келінжан, ұйықтамаған болсаң, бері шығып кетші, деп есікті тықылдатты. Қазір апа, деп орамалымды байлаған болып шыға бердім. Сонда жаулығының ұшымен көзін сүрткен енем ас бөлмедегі үстел басына барып отырды. Соңынан келіп мен де жайғастым. Келінжан, саған менің ісім түсіп тұр. Ақша берейін, анау Маржанның үйіне баршы. Сосын жолай жолдан дүкенге соғып, сондағы екі балаға күздік киім ал. Үстеріне де аяқтарына да ал. Сәнім келінге өзім звондап айтармын. Айтқандай, келінжан, арзан дүние алма, қымбатынан ал. Сонан соң мына ақшаны келіннің өз қолына тапсыр. Бірақ айтып бар, екі балапанға қарасын деп, енемдер сәлем айтты деп қалтасына қолын салды. Онан екі қызыл 5 мыңдық шығарып үстелге қойды. Сонымен түс қайта мен Маржанның үйіне баратын болдым. Енем бар деп тұрса бармай ше. Негізі сол оқиғада көліктің тізгінде менің күйеуім болған. Менің күйеуім жол ережесін өрескел бұзған. Үлкен жолда келе жатқан КамАЗды көрмей шығып кеткен. Құдай көзіңді байлайды дегені осы екен ғой. Және де қайнымды, яғни үлкен атамыздың баласын сол ертіп кеткен. Ол сорлы шайға отырғалы жатқанда, жүрші, бірге барып келейік, деп менікі қолға салған. Міне, бір кесе шайымды ішейін десе, уақыт жоқ, барамызда келеміз, келген соң ішерсің, деп төбесінде тұрып алған. Бейшара, сенің шайыңа тоймай кететін болдым ғой деп, артына қайта-қайта қарап кетіп еді, дейді әдемі келінім. Оның үстіне менің күйеуімде маған Динаш құйрық май салып, асқабақтан манты пісіріп қойшы, мен зауытқа барамда келемін, деп жазған еді. Бәлкім, екеуі де жарық дүниені қимай бара жатқандарын сезген шығар. Кім не десе де, болары болды, бояуы сіңді, өлгендер қайтып келмейді. Оны білесің, сонда да үмітіңді үзбей, күнімен түнімен жылайсың. Алайда ол бәрібір келмейді. Енді ешқашан қайтып келмейді. Келсе де түсіңде ғана келеді. Өмір дегенің осы, соңы бір тұтам. Құдай-ау, сірә мен байымды бүгін өледі деп ойлап едім. Мың ұйықтасам да түсіме кірмеген нәрсе ғой бұл. Онан жылай-жылай жалғыздыққа да үйренесің. Жастығыңды құшақтап, әрі аунайсың, бері аунайсың. Содан қайғыдан қан жұтып, ішкі дүниеңмен арпалысып жатып, әйтеуір ұйқыға кетесің. Ал мына жерде менің ата-енемнің зыр жүгіретіні содан. Осылардың баласы, олардың баласының өліміне тікелей себепші болды. Өзі өлгенмен тұрмай, оны да ала кетті. Бірақ жазмыстан озмыш жоқ деген. Ол кісілер мұны ешқашан айтқан емес. Менің атам мен енем өздерін өздері кінәлап жүр. Өйткені беттеріне ашып ештеңе айтпағандарымен өзара сыбырласатындары анық қой. Соны білетін енем мен атам құрақ ұшады. Мен сонда енеме, күннің беті қайтсын апа, барып келемін, деп дайындала бастадым. Оның арасында мен түс қайда барамын, деп Маржанға жазып үлгердім. Көзін сүрткен енем қала берді. Сол күні өзі күн өте қатты ыстық болатын. Теледидардан ыстықтан бәленде адам қайтты, деп айтып жатты. Сол үшін салқын түссін. Сонан соң барармын деп шештім. Қысқасы сол күні түс қайта енем берген ақшамен біраз киім көтеріп бардым. Әдемі келініме жаздым деп едім ғой. Есік алдына көлік тоқтағанын атып шықты. Оның соңынан екі бала тұра жүгірді. Құдай-ай, деп үн көрген жерде таңғалып, құрсын, менің келінім шашын шұншитып қиған. Оны
ала сарыға бояған, шиеде ернін дордитып үрлеп алған, боялған қаспен жабысқан кірпік үлбіреп тұр. Бір сөзбен айтқанда, онсыз да әдемі келінім, онан сайын ажарлана түсіпті. Бірақ мына екі балапандар ше, олар шынымен де кір қожалақ екен. Шынымды айтсам, өз көзіме өзім сенбей қаттым да қалдым. Ал келінімнің болса, олармен ісі жоқ, үйге кіріңіз деп алдыма түсе бергенде, соңымыздан екі балапан қатарласа жүгірді. Мұндайда жарым көңілім су сепкендей басылады екен. Анасы бар жетімге сірә ұқсамайды. Бұрынғылар әкесі жоқ тұл жетім, анасы жоқ шын жетім деп айтушы еді. Балалардың анасы бар ғой, бұл қалай болғаны? Дәтім шыдамай тұрса да, мен ол жерде жағашпадым. Өйткені тап қазір көп отыра алмаймын. Үйде құндақтаулы жатқан бөпем бар. Сонда да тақылдаған қыз келіп мойныма асылғанда, қос тізерлеп отыра салдым. Әдемі келінем шай қоюға кетті. Сол сәтті пайдаланып, менде апарған киімдерімнің бірінен соң бірін кигізіп көрген боп, этикеткаларын жұлып тастай бердім. Себебі мен әлденені сезгенде болдым. Жұмыр жүрегім сірә мені алдамайды. Бұл жерде басқа бір әңгіме бар. Әйтпесе мұндай болуы мүмкін емес қой. Онан бір кесе құдағи жетті. Алайда көп отырмады. Азынаулақ амандық сұрасып, өз жөнімен кете барды. Шай ішіп отыратын уақытым жоқ, Маржанка. Білесің ғой, құндақта қызым бар, қайтуым керек, деп дауыстадым. Үйде Инешка бар ғой, шай ішіңіз, сонан соң кетесіз, деген келінім жібере қоймады. Әрине, ол менің бір сөмке ғып, киім-кешек әкелгенімді біліп тұр. Тіпті ақша келгенімді де біледі. Өйткені мені бұл үйге енелерім құр алақан жібермейді. Бұл білгенде сонда біледі. Бұлайша айтқанда, қалтамдағы 2-5 мыңдықты алмай жібермейді. Ол бұл кезде 5 қап ұнның ақшасы еді. Мен қалаға кетейін деп жатырмын жеңеше, дейді сыпайылық танытқан боп. Онан іле шала, мен енді сені атыңмен айта берейін, қарсы болмайтын шығарсың, дейді. Әрине, атыммен айта бер, дедім. Осыдан соң мен Динара, ол Маржан боп шыға келдік. Ал енді Маржан сұлуды тыңдайын. Сонымен аузындағы сағызын лақтырып жіберген Маржаным. Мен жақында қалаға кетемін. Сонда барып маникюр, педикюр оқимын, деп сөзін бастады. Аузымды ашып отырып тыңдай бердім. Бір қызбен таныстым, шақырды, қалаға кел деді, бардым. Мынаның бәрін сол жасап берді. Оқуын оқысаң, бұл дегенің ең оңай табыс көзі деді. Екеуміз пәтер жалдап, бірге тұратын болдық. Ақысын теңдей бөліп төлейді екенбіз. Ол дегенің жақсы емес пе? Интернетке жазып қойсаң, клиент дегенің соңы үзілмей келе береді екен. Егер оқып үйреніп алсаң, бір күнде 10 адамның қас кірпігін жасасаң болады екен. Бұл дегенің шықырлаған ақша екен ғой, дейді. Мұнысына не дейін? Біздің жастардың оқуы осы ғой, бірақ бұл қосымша табыс көзі. Негізінде ай сайын үзбей жалақы алатын жұмысың болу керек. Қалада оңай емес, ол жерде саған ұқсаған қыздар өріп жүр ғой. Дегенмен қарсы шығып нем бар? Кеткен қатын түндікті үйден тысқары болсын деген. Мен қарсымын дегенде, бұл мені тыңдайын деп тұрған түрі жоқ. Бұлайша айтқанда, кәйпі кәлләсында деген қыз. Барам десең бара ғой, бірақ мына екеуін кімге тастап кетесің? Соны айтшы, деп сұрадым. Мамам өзі қараймын деп отыр дейді. Сөйтсем, бұл осы менің алдымда ғана қаладан келген екен. Демек, мына екеуінің киімін ауыстырып үлгермеген. Бұлардың шешенің шешесіне қараған күні осындай боп тұр. Үсті бастары кір қожалақ, жағал-жағал жағалары көрінеді. Міне, қатынның бұзылуы деген осы екен. Бұл қыз байы тірісінде қандай еді, қазір қандай? Сөзіне қарасам, 2 күннің бірінде қалаға шауып келіп жүр екен. Онысын мақтанышпен айтып, имиджімді ауыстырғым келді. Бағасын өзің берсей, не айтасың? Дейді сояудай тырнағын көрсетіп. Әдемісің, деп көңілін көтеріп тастадым. Бұл сонда онан сайын лепірді. Құдай-ау, анандай көлігі бар жігіт үйленейік деді. Мынандай үйі бар жігіт жүрейік дейді. Деп
біраз жігіттердің аттарын жіпке тізіп тастады. Осыдан соң-ақ мен оның шын бейнесін көргендей болдым. Бұл енді бұрынғы Маржан келін емес, мақтаншақ біреу боп шыға келді. Бірақ өзің ғой, жау алмас. Мына екі балапаның болашағы қандай болмақ? Кезінде әкем өлген деп айтқаны есімде. Сол әкесі өлмеген дейді. Әкесінде ғой шаруам жоқ. Бірақ оның несін жасырды екен? Онан да әкем мен анам ажырасып кеткен. Десе біреу мұның бүйізін кесіп, шашын жұлама. Қысқасы, осы келгенімде Маржан менің көңілімнен шықпады. Ана үшін арқашанда бала бірінші орында тұрмай ма? Мамам қарайды дейді. Сол мамасы 3 күнде 2 періштені әбірштіп жіберген. Тым болмаса бастарын жуып, шаштарын тарап, киімдерін ауыстырмай ма? Мынандай ми қайнаған ыстықта 2 баланы көшеге жіберіп, өзі кондиционердің астында жатыр. Бала дегенді түскі ұйқыға шақырмай ма? Төбелерінен күн өтсе, іштері кетіп, ауырып қалатынын білмей ме? Әсте бар ғой, бұл жерде басқа бір түйткілдің бары анық. Айтқандай, атам қайдан көрді екен, соны сұрамаппын. Менің соңына енемнен сұрап білгім келді. Қазір міне, аман есен үйге барайын. Маржан, мен қайтайын, үйде біраз тірліктерім бар, деп орнымнан тұра бердім. Онан қолын ақшасын ұстатып тұрып, есікке беттедім. Шайыңды де тауысып ішпедің-ау, деген Маржаным соңымнан ере берді. Үлкен көшеге дейін біраз жер, такси біткен, сол жақтан жүреді. Мұнда арнайы шақырмасаң келмейді. Әңгіме айтып келе жатырмыз. Тар көшеден өткен қайтқанның бәрі екеумізге тесіле қарайды. Қарамайше, бізді мыналардың бәрі танымаса да, танитындары көп қой. Солар таң қалысып бара жатыр. Өйткені біздің күйеулеріміз өлгенде осы үлкен ауыл шу ете қалған еді. Жап-жас 2 келіншек жесір қалыпты деп сыбырласқан еді. Ол оқиғаны әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Солар енді бізді көріп, жағаларын ұстап бара жатқан сияқты. Себебі біріміздің кигеніміз ұзын көйлек пен басымызда орамал болса, бірімізде жолақ джинсы мен шұнтиған сары шаш. Әйтпесе, осыдан 2 жыл бұрын осы жерден екеуміз бірдей киімде өтіп жүргенбіз. Сонымен жол бойынан әлдебір көлік тоқтап отырып, алдымда жүріп кеттім. Үйге жетсем, енем бөпемді құшақтап, есік алдында жүр екен. Мен айтқандай, жасадың ба қызым, дейді. Иә апа, тап солай жасадым, деп қолынан баланы алып, сол көлеңкедегі кереуетке отыра кеттім. Енем оң жағыма кеп жайғасты. Неге атаңның алдынан шыға береді? Сол 2 бала, дейді бір кезде. Мен де соны түсінбей отырмын, дедім. Алайда атамның жұмысы, соның үйіне жақындығы бар, сол үшін шығар. Әйтеуір соңғы 1 айда 3-4 рет көргенін айтты. Әр көргенде қолдарына ақша ұстатып кетеді екен. Олар әлі бала ғой. Мүмкін ақша беретінін біліп алған соң барып күтіп тұратын шығар. Бірақ неге кір қожалақ киімде? Әлде құдағи соны әдейі жасай ма екен? Бұрында безбүйрек әке дегендер болатын. Қазір көкек аналар шыға бастады. Қалайша деймін, қалайша әйел адам өз жатырынан шыққан баланы тастап қалаға кетеді. Балаларыңды бір күн көрмесең, қатты сағынасың ғой. Басқаны қайдам, өз басым сондаймын. 3 қызымды жаным барда қорғаштаймын. Қысқасы, сол жылы ерте күзде Маржан қалаға кетіп тынды. Інісі мен шешесіне 2 баланы тастап өте шықты. Мен оқып жатырмын, үйреніп жүрмін деп біраз жазды. Онан мына жігітпен сөйлесіп жүрмін деп тағы бір жазды. Онан соң жігіттің фотоларын жіберді. Әйтеуір біздің Маржан ауылды ұмытты. Ауыл ештеңе емес-ау, 2 баланы ұмытты. Тіпті шарқ етіп ғаламтордан шыға келді. Сөйтіп, кімсің? Маржанмын деп қалада асыр салды. Ал менің үйімнің құрылысы ақша болмағаннан тоқтап тұрған. Өйткені есік терезесін салып, ішкі жұмыстарын жүргізу үшін тағы да қомақты ақша керек. Қашанғы енемді ортаға салып, абысынан ақша сұрай берейін. Өзіңде жоқ болса әлемде жоқ. Бастысы, Алла деп бастадым ғой. Басталған іс бітер деп жүргенмін. Содан бір күні шай басында отырсам, сол үлкен абысыным келді. Негізі мен атам мен енемнің шайын беріп, олар кеткен соң бір өзім отырып шай ішетінім бар еді. Бұл соны білетін. Уақытты аңдып отырып келгендей болды. Өзінің жүрісі суыт, қабағы қатулы сияқты.
«Әй, Келінжан!» дейді есіктен кірген бойда. «Ау, жеңше, келіңіз, шайға отырыңыз», деп орнымнан атып тұрдым. Абысының ертемен асыға жүрісінен әйтеуір бір шикіліктің барын байқағам. Өз басым бұл кісіні ешқашан жамандай алмаймын. Жақсылығын көріп отырып, жамандауға тас төбемдегі Құдайдан қорқамын. «Келіңіз, жеңше, келіңіз», деп үстелге шақырдым сонда. Онан суыған шайымды шоққа қайта қойып үлгердім. Ал аяғын сылбыр басқан жеңешем кеп, суық түсіп отыра кетті. Онан төбесіндегі орамалын жөндеген болып, қипақтай берді. Айттым ғой, ол маған бірдеңе айтқысы келіп ақ отыр. Бірақ не айтса да қалай бастайтынын білмей отыр. «Жеңше, терезеден қарағанда суыт жүріп келе жаттыңыз. Үйге кірген соң ойыңыз өзгерді ме? Білмеймін, үндемей қалдыңыз ғой. Мүмкін маған бірдеңе айтқыңыз келген шығар. Айта беріңіз», дедім. «Білмеймін, Келінжан, айтайын десем ыңғайсызданып отырғаным», дейді. «Ыңғайсызданып отырғаныңыз дұрыс емес. Ойыңызда не бар, соны айтыңыз. Мен тыңдауға дайынмын», дедім. Сүт құйған шайымды ұзатып жатып, сонда ғана менің жеңешем сөйлеп бастады. «Былтыр кіші енеміз сұрап келгенде жерімізді беріп едік. Соған қайнаған екеуміздің арамызда аздап келіспеушілік болып тұр, Келінжан», дейді. «Бәсе, айтпадым ба әне?» Жеңешемнің жүрісінен ақ ішім сезген. Үйде ешкім жоқ кезде келіп тұрғаны содан. Енді бұл қалай болады екен? Мен ол жерге үй тұрғызып қойдым. Іші, сырты біткен, бүтін үй болмаса да, қаңқасы соғылып, шатыры жабылған үй тұр. Жеңеше, не болса да, әрі қарай айта беріңіз, бір жөні болар», дедім. «Не ғой, сен бізге сол үйді қайтарып берсең, біз ағаң екеуміз саған басқа жер әперіп, тап сондай үй тұрғызып берсек дейміз», дейді. «Мақұл, жеңеше, мақұл», деп басымды изей бердім. Өйткені менің оларға қарсы айтар уәжім де жоқ еді. Не деймін, не айтамын? Екеуі де Құдай деген адамдар ғой, алдап кете қоймас. Мен мұны сіздерге де түсіндіре кетейін. Ол жердің құжаты әлі де осылардың қолында еді. Бермеймін деп соттасам да, маған ештеңе бұйырмайды. Өйткені заң бойынша мыналардікі дұрыс боп шығады. Құдай соттың бетін аулақ қылсын. Ағаймен соттасқан деген өте ұят, құрсын. Өз басым ондайға бара қоймаспын. Мен әшейін ағайының құрғақ уәдесімен соға бастап ем. Сол үшін ығына жығылып, келіскеннен басқа амалым болмады. Ал енді неге қайта сұрап отыр десеңіздер, ол үйдің алдында біраз жер бар. Жеңешемнің сөзін тыңдасам, сол жерге мына дүкенге жапсырып тағы бір дүкен соқпақшы, яғни қазіргі дүкендерін үлкейтпекші. Менің үйім болса, сол дүкеннің тауар қоятын қоймасы болады екен. Қысқаша қайырғанда, бұларға сол жер керек деген сөз. Сонда менің келісімімді алған жеңешем бір кесе шайды сіміре салып, шығып бара жатты. Міне, ойда жоқта мен үйімнен осылай айырылдым. Бірақ істің көзін білетін қайнағам бас болғанымен, мына жеңешем оның мойны. Ол кісі қанша жерден мен деп кеудесін кергенімен, бәрібір соңында осы жеңешемнің айтқаны болады. Сол үшін де жеңешем айтса болды, бітті дедім. Қысқасы сол күні-ақ бұл жағдайды үйдегілердің бәрі естіді. Алайда енем де, күйеуім де біз екеумізге ештеңе айта алмады. Тек енемнің түсінбегені, менің өзіме неге бір ауыз айтпады екен дегені болды. Сол кезде барып, мен де ойлана бастадым. Шынымен де, енем айтпай, маған келгені несі абысының? Әлде осы қатын шу шығарады, өзінен сұрап аузын жабайын дедім екен. Ал енді мұндай ұсақ түйектерді бәрінен кеш еститін атам да, мұны естігенде не оған, не маған жақ ашып сөйлемеді. Тіпті неге бердің деп те сұрамады. Олардың неге сөйлей алмайтынын жоғарыда айтқан едім. Себебі бәрін Құдайдың өзі жасайды, пенде пендеден көреді дегеннің кебін киген біз. Сол өлімнен соң біздің әулие тілдерін қысып алған еді. Негізі олар айтқаннан не өзгереді? Енді маған қалғаны қайнағам мен жеңешеме Құдай тобық берсін деп үндеме жүре беру ғана еді.
Әрине, бұл солай болды да, себебі сол жылы ерте күзде менің үйімнің алдынан жолға жақын тағы бір іргетас құйылды. Бұл дегенің енді гипермаркет болмаса да, шағын супермаркеттің іргетасы еді. Осылайша жеңешемнің бизнесі өрге домалап бара берді. Ал Маржан болса, сол кеткеннен мол кетті. Сөйтіп жүргенде оқудан оралған күйеуім ойда жоқта жік тапты. Әскерге кетемін дейді бір күні. Есің дұрыс па? Әскерде нең бар? Деп атып шықтым. Жоқ, мен әскерге кетемін. Оқуымнан әскери кафедраға ауысамын, дейді. Ойбай, ал керек болса, 3 баламен қатынды тастап, әскерге кетпекші. Неғыз ғой, мұны әскерге алмайтын. Егерде үлкен 2 қыздың әкесі деп осыны көрсеткенде, оған кезінде енем де, атам да қарсы болған. Өлген күйеуімнің әруағынан қорқып, мен де үндемеген едім. Сонда мұның бір ғана қызы бар болып тұр. Бірақ өзі арыз жазбаса, әлі де алмайды. Сол арызды жазып келдім, деп отыр. Құдай-ау, мен мұны бала деп жүрсем, мынауың бәле болатын түрі бар. Атам қазақ, бірінші бағың бақ, деп бекерге айтпаған екен ғой. Демек, мынаның маған деген төкте сезімі жоқ. Осы 2,5 жылда бұл боқмұрын әлі де маған үйренбеген ғой. Мұндайдан соң көңілім қалып барама деймін. Кеше ғана қыз туып беріп, бетін бері қаратқан сияқты едім. Бүгін мынандай әңгіме айтып отыр. Бүйте берсе, мынанда үмітімді үзетін сияқтымын. Сонда да әдегеннен жамандық шақырмай, өзімен жеке сөйлесейін деп шештім. Негізі, мұны естігенде атам тұрып, сен бала сандырақтамай жөніңе жүр, ешқайда бармайсың, деп еді. Сонда бұл тоңқылдап қойған. Сөйтсем, өз қолыммен арыз жаздым, деп маған айтып отыр. Әрине, сондай бір шикілік жасаған бұл. Әйтпесе мұны әскерге алмайды. Қазір ғой білмеймін. Ол заман сондай еді. Отбасыңда мүгедек адам болса, немесе үйленіп балалы болған болса, әскерге алмайтын. Алу үшін арыз жазуың керек еді. Бұл соны жазған болып шықты. Онысына ашуым келмейше. Мен саған керекпін бе өзі? Деп дүрсе қоя бердім. Керексің ғой, дейді тоңқылдап. Әй, сен маған по дегеніңді қой. Сен маған ашып айт. Мен саған керекпін ба жоқ па? Соны айт. Саған мына 3 қыз болмаса да, өз қызың керек па жоқ па? Оны айт, басы қатырмай, дедім. Тоң деп барып, нақты жауап бермей, төсегіне жатып қалды. Айттым ғой, бұл әлі бала, мұны бай қыламын дегенше шашым ағаратын сияқты. Расымен де қызы туылғанда беті бері қарағандай болған еді. Алайда соңғы кездері кішкентай бала екені кәдімгідей біліне бастады. Оның үстіне менен жасы кіші. Ол аз десеңіз, мен мұның бұрынғы жеңгесімін. Құдай басыңа салса шараң бар ма? Әмеңгерлік деп қатыны болдым. Мен осы әмеңгерлік жолмен үйлену дегеннің минустарын айтайын. Бұл қазір бұрынғы замандағыдай 2-ның бірінің басында болмаған соң, мұндай некені көп адамдар түсіне бермейді. Қолымнан келгенше соны түсіндіріп өтейін. Мұндай некеде бірі-біріңе еркелеп көсіліп отыру, немесе төсек қатынасында жылы сөздер айту деген мүлдем болмайды екен. Әйтеуір, бұл неке маған қыздай қосылған байымдай болмады. Өйткені жассың ғой, төсекте еркелегің келеді. Жаныңа демеу боп, қоздырардай жылы сөздер естігің келеді. Біздің арамызда осының ешқайсысы жоқ еді. Тіпті төсекке жатса да, амалының жоқтығынан жататындай болатында тұратын. Сонан соң мұны керек кезде өз байыңдай сыбапты ала алмайсың. Ол да ашуы келсе, сені сабап ала алмайды. Қысқасы, қатының бар ма бар, байың бар ма бар, дегенмен ғана шектелесің. Өйткені бәрібір бұл сенің байыңның бауыры. Міне, осы айтқанымдай минус тұстары бар. Бұл менің енді жеке ойым. Мүмкін басқа әмеңгерлер болса, алып қосары табылар. Сонымен сол жылы күзде күйеуім әскерге кететін болды. Бұл боқмұрынға мен қарсы тұра алмадым.
Содан ештен кеш жақсы дегендей атам мен енеме ашып айтпасам болмайды деп шештім. Ол маған айтпашы деп жалынып жүретін. Айтпайын десем, бұл есерсоқ Сайманын сайлап қашып кетуге дайындалып жүр. Мен өзім ананы мынаны атама айта бермейтінмін. Жалпы, аса бір үлкен проблема болмаса, атама ештеңе айтпайтынмын. Бірақ мынаны айтпасам болмайды. Өйткені мұның тоқтайтын түрі жоқ. Сөзін тыңдап отырсам, үндемей жүріп бір күнде зып бермекші. Шақырыңдар бері, деп айқайлаған атамның көзі шатынап шыға келді. Әй балам, деп енем тұра жүгірді. Бұл үйде атам ашу шақырса бітті. Енем байғұс құрдай жорғалайды. Сен балаға мен қанша рет айтуым керек? Ей, ақымақ, деп атып тұрды атам. Менің күйеуім бұрқ-бұрқ деп тағы да тоңқылдады. Сол кезде шойын шапалақпен тартып кеп жіберді. Аударылып түсіп жатып қалды. Онан үстіне төне бергенде енем барып араша түсті. Алайда оны тыңдайтын атам ба? Итеріп тастап, желкесінен тартып тұрғызды. Мына 3 қыз бен келінді тастап, қайда барасың сен бала? Деп тағы да жұдырығын түйді. Сөйтсем, әңгіме бұрында болған екен. Енем айтқан шығар. Атам оған мұнан бұрында 2 рет айтып ескерткен. Бала тыңдамаған. Оған ашу келген атам қол көтергені сол екен. Қысқасы, күн батқанда біздің үйдің ішінде осындай айқай шу болды. Осыдан соң мен өзімді кінәлі адамдай сезіне бастадым. Қап, ойбай-ай, бекер қалыппын деймін. Мен ғой қаламын демеп едім-ау. Миым істемей тұрғанда, мыналар жан-жағымнан қаумалап қоймап еді ғой. Мендей сорлы қатын жарты әлемде жоқ шығар сірә. Сорлы болмағанда кіммін? Мынаның маған деген титтейде сезімі жоқ. Зорлап байғылып жүргендей болдым. Өксігім келіп өзегіме тығылды. Бүк түсіп жатып жылайтынды шығардым. Сөйтіп жүргенде атам мұны ертіп военкоматқа кетті. Сөйтіп арызын алдырып, аннулировать жасатты. Айтқандай, сол күні әкесінен таяқ жегенде менің оған жаным ашып кеткені бар. Жаным ашымай қайтейін. Күйеуім жас баладай қорсылдап жылап жатты. Көз алдымнан әлі де сол сұмдық кетпей жүр. Бұл бала ғой әлі, бала бұл. Жақсы көрем ғой өзін. Бірақ қайтейін. Қылықтары байым емес, 5 жасы кіші, братишкамның қылығы сияқты. Жалпы мен бейбақ, сонда қатты қателескен екенмін. Міне, осыдан соң мен үшін сүреңсіз өмір басталды. Кеше ғана үй соғам, отбасы болам деген армандарымның күл талқаны шықты. Өзімде ешкімге керек еместей сезіне бастадым. Жер бауырлап жатып жылайтынды шығардым. Жұбанышым, 3 қызым мен сүйенішім енем ғана болды. Байым дейтіндей боқ мұрыннан қайран жоқ. Осының бәрін сезіп жүрген енем болатын. Бір күні шай басында әңгімеге көшті. Қызым, ол әлі бала ғой. Тағдырдың жазғанына көндіге алмай жүр. Егерде менің айтқанымды қылатын болсаң, өзімен жеке сөйлес, ұялма. Ойыңдағыны ашып айт оған. Отбасы болғым келеді де, екеуміз ананы мынаны жасайық де. Айтқандай, жеңешеңнің кіші дүкеніне әперейін. Екеуің саудаға шығыңдар. Сөйтіп біз оны жұмыс бастығы алдап жібермесек, мұның қатарлары көшеде қызық қуып жүр. Бала болған соң, соларға еліктеушілігі болады ғой. Сонан соң қызым деп айтайын. Сен бүк түсіп жатып жылағанды ғой. Өзіңді өзің кінәлаушы болма. Осың бәріне мына мен кінәлімін. Обалдарыңа қалған болсам, обалдарың мына маған болсын, деп жылап алды. Ол аздай, енді бұтыңа ие бол қызым. Болашағың бұлыңғыр боп, тұманданып тұрғанда, бала көтеріп елсіз жетім тума. Әлі жассың, 40-қа келем дегенше туа бересің, дегенді қосты. Міне, менің енемнің тап осы сөзі. Мына маған қуат берді. Көп өтпей белімді бекем буып алдым. Оны мына боқмұрын қайдан білсін? Сондай күйеуіме ашық әңгіме айтатынды шығардым. Бұл басында шошып алып, соңында құлағы үйрене бастады. Құдай түфәй дейін, тілім тасқа болсын, беті бері қарап келе жатты. Бұл да ананы мынаны айтып,
қалжыңдайтынды шығарды, онан еркелейтінді шығарды, сырласатынды шығарды. Сөйтсем бұл сорлыға да менің көңіл бөлгенім, ашық сөйлескенім жетпейді екен ғой. Еркек дегенде ес болмайды дегені рас екен. Кеш болса да соны түсіндім. Сонда ғана біз ерлі-зайыпты отбасыға ұқсап бара жаттық. Осылайша біз бір-бірімізді түсіне бастадық. Содан бір күні еркелетіп отырып, мен сауда жасағым келеді. Екеуміз сауда жасайық. Сен маған көмектесіп тұрсаң болды, дедім қыңқылдап. Менің мамандығым басқа болады ғой, дейді. Мамандықта тұрған ештеңе жоқ. Үлкен жеңешеңде мұғалім еді ғой, бизнесмен болып жүрген жоқ па? Қысқасы, сен маған жоқ демесең болды. Қалғаның бәрін өзім жасаймын, дедім. Негізі менің саудада жолым болғыш, сатуды қатырамын ғой. Естеріңізде ме? Жеңешемнің дүкенін шыр айналдырған едім. Тек мына байдан поддержка болса болды. Ұршықша үйремін. Давай жаным, солай істейміз ба? Істеп көрейік, дейді бұл маған. Жаным менің, ақылды ғой өзі, деп бетінен шөп еткізіп сүйіп алдым. Кетші, деген күйеуім төсекке кеп құлай берді. Енді мен көктем шығысымен-ақ сауда жасаймын деп бел будым. Әрине, мұндай жоспарымда абысыным естті. Біле білсеңіздер, саудада дос дегенде, ағайын туыс дегенде, абысын келін дегенде болмайды екен. Өйткені саудада тек бақталастық, көре алмаушылық, аяқтан тарту ғана бар. Менің енем көпті көрген өте ақылды кісі. Сол кісінің айтқандарын жасасам, әйтеуір бір нәтиже шығатыны бар. Сол үшін осы кісі сауда жайлы айтты ғой. Егер жеңешемнің ескі дүкенін алып берсе, оны да көрейін деп шештім. Қайран-ай, қайда жарылмаған бас дейсің менікі. Мүмкін Құдай құр қалдырмай несібемді берер. Осы енем үнемі айтып отырады. Құдайдың қазынасы да көп. Егер беремін десе, жоқ жерден үйіп төгіп бере салады. Малың қораңа сыймай, далаға көшесің дейтін. Соңғы көздері ол кісі менің әрі анам, әрі енем, әрі жақын құрбым болып алған. Әу бастан-ақ, келінжан, сен мынаны бала деп қарама, үйлеңе салып, шыр айналдырып жібер, дегенде осы енем еді. Әйтеуір өзіңе жақын тарта бер, ұялма дейтін. Сондағы ұялма деген сөзін енді түсіне бастағандаймын. Еркек дегенге ұялмасаң ұнайсың, онысы да рас екен. Томсырайып теріс беріп талтайып жатқаннан, бала болса да жақсы сөз айтсаң, тілі салақтап жүріп үйренеді екен. Осыдан соң менің енемді ештеңе түсінбейді деп көрші. Тек ұят санап әріге бармайды, артық сөз айтпайды. Алайда мен ол кезде енем аузын ашқаннан түсінетін болған кезім. Дегеннен не айтқысы келеді, бәрін біліп тұрамын. Әне, сол маған нәтиже беріп, 19 жастағы боқмұрынды сүйреп кете бардым. Тіпті сөз арасында өзім білмеген боп, әй, сен де бірдеңе айтсайшы, еркексің ғой, мына төртеумізге сен басшысың, деп алдап қоятынды шығардым. Қызық деймін да, бұл сонда әлі де бала қойшы. Мүмкін бәрін бұрынғыдай көріп, жеңешем деп келген сияқты. Бірақ бай дегенмен сырласпасаң, сөйлеспесең, көңілін аулап жылы сөздер айтпасаң, онда сенің ол еркекпен болашағың жоқ екенін түсіндім. Ондайда еркек тек қана төсек шаруасын бітіріп, онан соң теріс қарап жата береді екен. Бұл менің бірге өткен 2 жылдық тәжірибемнен түйгенім еді. Енем соны білген екен ғой. Ол кісіні данышпан демей не дейін. Расымен де сол кездерде маған да, оған да жылу дегенің жетіспегені рас. Бір төсекте жатсақ та, құдды бір бөтен адамдардай жататынбыз. Сол үшін біз екеумізде амалымыздың жоқтығынан бірге тұрып жүргендей көрінеді екенбіз. Міне, менің енем соны байқаған екен. Негізі тең-теңімен, тезек қабымен болсын деп біздің қазақ бекер айтпаған. Ал теңесу үшін ашық қатынас пен ашық әңгіме болу керек. Әйтпесе еркек сорлы келіп кетіп жүре береді. Оның үстіне өзіңнен кіші, оны аз десеңіз, өзің марқұм болған туған ағасының қатынысың. Алайда Маржан қайнағама тигенде, мүмкін оларда бәрі басқаша болар ма еді, білмеймін.
Міне, өз басым әмеңгерлік дегенді мына заманда қажеті жоқ дегім келеді. Өйткені мына боқмұрынды желкелеп сүйреп жүріп, әрең дегенде байғылдым. Сонымен сол жылы қыс таяғанда жеңешеме көмекке бардым. Себебі бұлардың саудасы тіпті де өршіп кетті. Адамның көптігі сонша, кейде әлденеге кезекке таласта болатын. Бұл біздің ауылға жан-жақтан оралман бауырлар келіп, бас-басына үй соғып жатқан кез еді. Соңғы 10 жылда біздің ауыл 3 есеге өсті. Содан қаз-қатар үйлер соғылып, аудан мен ауыл арасы қосылып кетті. Ал арадан көп өтпей, толықтай ауданның қарамағына өттік. Енді біздің ауылда жердің бағасы ұшып шарықтап кетті. Бұрынғыдай бір жапырақ қағаз жазып беретін ауылдағы таныс әкім жоқ. Әкімді іздесең, ауданға барасың, онан кезекке тұрасың. Онымен шаруаң біте ме жоқ па, ол да белгісіз. Ал жаңадан жер алу дегеннің қиынның қиынына айналды. Сол ауданға барып, адам тауып, бәленбай мыңды қалтасына салмасаң, саған жерде басқа да жоқ. Ол жақтан адам тапқанымен де оған беретін ақшаң жоқ. Сонда қайтпекпін, қалай бизнес бастаймын? Тауарды ғой, Алматыдан аламын дейін. Бірақ сол тауарды алатын ақшаны кімнен аламын? Мүмкін енемнің бір жоспары бар шығар. Сауда жасау үшін әжептәуір ақша болу керек қой апа, дедім бір күні. Ақшаны ғой табармыз, бірақ дүкен проблема болып тұр, дейді енем. Жеңешемдер дүкенін бермейтін болды ма, деп сұрадым. Өткенде келінге құлақ қағыс қылған ем, тұшымды жауап айтпай кетті. Сонан бері әлі хабарсыз, дейді. Ол жеңешемнің хабарсыз кеткенін мен өзімде байқап едім. Соңғы кездері төбе көрсетпей жүр. Бұрын өтті қайтты бас шығып жүретін. Мүмкін байлық көздерін байлайын деген шығар. Жаңа байғаннан қорық дейді. Айтпасыма болмайды-ау. Біздің ауылда адам саны көбейген сайын олардың да саудалары қыза түсті. Осы күні мал басын 100-ден асырып, жеке малшы жалдап жүр. Әрине, соның бәрі таза еңбекпен келді. Соның бәрі мына менің көз алдымда болды. Ал енді бұрынғы үй алдындағы кішкентай комогы уақытша қойма болып тұрған. Енемнің сұрап жүргені сол еді. Бірақ қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса деген ғой. Берсе берер комогын, бермесе жоқ. Алайда мен отбасы боламын. Болашақта қатарымнан кем болмайын десем, әйтеуір бір табыс көзін табу керекпін. Бірақ не сатамын, не сатсам болады? Киім-кешек дегенің мыналардың дүкенінде толып тұр. Тіпті тышқан жеп жатыр. Сол киімді сатып, мыналармен конкурент бола алмайтыным анық қой. Бұлар қазір мұрттарын балта шаппайтын дәрежеге жеткен. Оның үстіне жаңа дүкенін іске түсірсе, бұл жер кәдімгі супермаркет бола қалады. Сонда сәл әріде тұрған менің үйшіктей комогыма адам кіреме өзі? Демек, мына боқмұрынды іске қосу керекпін. Яғни киім-кешек емес, басқа нәрсе сатуым керек. Бірақ ол не нәрсе? Не сатамын? Дегенім ғой баяғы. Сөйтіп басым қатып жүргенде көптен бері қарасын батырған Маржан пайда болды. Ауылға келдім. Қолың бос болса үй жаққа келші, отырып сөйлесейік, дейді. Бұл қыз өзі өте қызық болып бара жатты. Өйткені кейде осылай жазып амандасып, хәл сұрап, апақ-шапақ болса, кейде жоқ боп кетеді. Тіпті 2 айлап жоғалады. Бұл сол жылғы қарашаның соңы, қар түсіп, суық тартқан кез болатын. Не болса да, бизнес дегенді көктемнен көрермін, деп жүрген едім. Мен сонда Маржанның шақырғанына кәдімгідей қуанып қалдым. Өйткені анау 2 кішкентайды да көргім келетін. Оның үстіне күздің соңы, сауын сиырлар бірен-саран, өріске айдап салып, кешке дейін жататын кез. Сонымен, Маржан, амансың ба? Қашан барайын? Деп жаздым. В любое время, деп жазыпты жәмән орысшасымен. Енеммен байдан рұқсат сұрадым. Сені сол кейінге қашан барады екен, деп ойлап жүргенмін, дейді енем. Ауылда болса жиі барып тұрамын ғой, ол ауылда емес, қалада жұмыс істеп жүр, дедім. Я, келінжан, оның да шет жағасын естіп жүрмін, бірақ амал нешік, қайтейін, дейді.
Міне, осыдан-ақ Маржан жайлы өз араларында әңгіме барын түсіндім. Қанша дегенмен 3 жылдан көп келін болды. Ертіп кеткен 2 баласы тағы бар. Алайда қазір заман басқа. Бұрынғыдай жұртым деп қымсынатын қыз кемде-кем. Қазір 2-3 баласы бар келіншектер үйленбеген жігіттерге күйеуге тиіп жатыр. Ол әрине жақсы ғой. Бірақ анам айтпақшы, жын-жыпырдың бәрі жер бетіне шыққан мына заманда басқадан туғанды қаны басқа не қылсын? Өз қызын зорлап жатқандар бар. Менің де туған қайныма әмеңгер болуыма осындай қорқынышты ойлар түрткі болған еді. Сонымен түскі шайды сол жақтан ішермін деп Маржанның үйіне тарттым. Келемін деп жазғаным бар. Тас тұйнақтай күтіп отыр екен. Ойлап қалмаңыздар, тас тұйнақтай дегенім өзі ғана. Шаш басқа, қас басқа, жалпы мына Маржан мүлдем басқа Маржан. Сояудай қап-қара тырнақты айтпай қояйын. Бұтына жапсырған қымбат джинсы жараспай кетсін сірә. 2 балалы қатын болама десе, жасарып қыз болған түрі. Жалпы әйел табиғаты нәзік келеді. Сол үшін әйелдер қызыл-жасылға қызығатыны рас. Кімді жап-жас болып, жасарып жүргісі келмейді дейсің. Алайда соның бәрі орын-орынмен болса дегенім ғой. Мына Маржанда ондай ой жоқ екеніне өткен жолақ көзім жеткен. Мұныкі уақытша сайран салатын шегірткенің тірлігіне ұқсайды. Құрсын, көті басын асын дер едім. Бірақ анау 2 баланы көргенде еңсем түсіп кетті. Кіші ұл қызулап ауырып жатыр. Қыз тоқтамай көк жөтелі, күрк-күрк етіп демігіп, көгере бөртіп әрең отыр. Ойбай-ай, мыналарға қарасайшы, тым болмаса дәрі берсейші, деп шыр ете қалдым. Сироп бердім ғой бұған. Ей қыз, бар ана жайға барып жөтел, деп қызын зекіп, зір кетті сонда. Аста, бұрала, деп жағам ұстадым. Мұндайда қатын болады екен ғой сірә. Маржан, бұл әрайлып бала ғой, сен қадағалап отырып, дәрісін ішкізбесең ішпейді. Қазір бұларды құйрық маймен сылап тастайық. Сосын қалың киіндіріп төсекке жатқызамыз. Bir терлеп жақсы болады, дедім. Мақұл дегенде деді ғой. Бірақ үйінен бала сылайтын май табылмады. Сөмкесінде түрлі-түрлі бетке жағатын кремдер жүрсе де, бұл қатын балаға жағатын ештеңе таппады. Обал дегенің осы екен. Туған анасы мұншама тасбауыр болса, басқаға өкпем жоқ. Мүмкін біреу сенер, мүмкін біреу сенбес. Мен 2 баланы жақтап әлекпін. Маржан даттап әлек. Көше жақтан көр деген көліктің дауысы шықса болды. Бұл екеуі тұра жүгіреді. Содан суықтағанда қашанғы мамам аңдып отырады бұл екеуін, дейді. Ал енді Маржанмен арамыздағы өсекті айтпай қояйын. Түкке тұрғысыз әңгімелер. Енді массаж, оқуын оқып жатырмын дейді. Оның шықырлаған ақша дейді. Әнеу бір боди массаж деген бар екен. Тәтпіштеп қой сұрамадым. Айтуынша сондай бірдеңе сияқты. Әрі қарай не боларын мына Маржан ғана біледі. Ондайда бет аулақ құрсын дейін. Мына жүрісіне қарағанда саусүйірдің боғы емес бұлғатын. Қайран деймін. Адамның әсіресе қыз баланың бұзылуы түк емес екен-ау. Бұзылған бұл қыз, бұзылған. Бұзылғанда да қатты бұзылған. Сол мен отырған 1 сағаттың ішінде бірнеше адам қоңырау соғып тастады. Соның бәріне «У меня выходной» деп айтып отырды. Онысынан қармайтын ақмақ емеспін ғой. Дегенмен сол жерде Маржан кіріп шығып жүргенде енеме қоңырау соғып үлгердім. Апа, мына 2 баланы үйге апарсам қалай болады? Деп сұрадым. Қай бала? Деген енем басында түсінбей қалды. Маржанның балаларын айтам апа. Екеуі де күркілдеп көк жөтел. Жақтары тынбайды. Қатты жаным ашып тұр. Өткендегі маймен сыласақ, жөтелі басылса, әкеліп тастаймын ғой, дедім. Ойбай, ол келін балаларды біздің үйге жібере ме? Дейді сыңсыған енем. Сұрап көрейін. Мүмкін жіберетін шығар, деп қоя салдым. Өйткені тықылдап келе жатқан Маржанның аяқ дыбысын естім. Сенесіздер ме? Сонда маған бұл 2 баланы алып кету түкке тұрмады. Маржан, үйде енем қолдан жасаған май бар. Соны ішкізіп жаурындарын сыласам, екеуі де жақсы болады. Мен бұларды алып кетейін. Кешке Қуаныш екеуміз әкеп тастармыз, деп едім.
Иә, бұрын қызыңды сыла деп мағанда беретін еді. Ондай болса киіндіріп берейін, деген Маржан ойланып отырмастан екі баланы қолыма ұстатты. Сонда кірпік қақпайды ғой сабазың, баламды қалай беремін деп ойланбайды да. Сол жерде такси шақырып екі баланы үйге әкелдім. Өкіріп алған енем емдеуге кірісті. Үлкен қыз ұмытпапты, танып жатыр. Ал ұл ұшылауық екен. Бөтенсіреп біразға дейін бұртиып жылап алды. Қысқасы, сол күні біздің екі әулет үшін той болды. Мұны естігеннің бәрі келді. Үлкен ата мен ене де келіп біраз зарлады. Онан абысы мен қайнаға біраз ғып қыстық киім көтеріп кірді. Қысқасы, үйдің іші уда шу болды. Сол үлкен қызға менің екі қызым қосылды. Сөйтіп бірге ойнап, үйдің ат көпірін шығарды. Әйтеуір, есіктен кіргені сол, екеуінің қолдарына ақша ұстатып жатты. Арадан 7 сағаттай уақыт өтті. Осы 7 сағатта балаларым қалай деп Маржан қатын бір жазбады. Тіпті сағат тілі түнгі 9 болды. Сонда да Маржан тым тырыс еді. Оны менен сыбырлап сұрап, біліп жүрген өзімнің енем, осы екі баланы алсақ қайтеді деп ойын айтты. Әрине, үлкен енем екеуі жеке шақырып айтты. Берсе аламыз да, бермесе қалай аламыз, дедім. Беретін шығар. Бала керек болса, осы кезге дейін бір рет звондап, балаларым қандай деп сұрамай ма? Тым болмаса сенен сұрамай ма ол қатын, дейді менің енем. Оған енді үлкен енем қосылды. Ашық есіктен қарап қойып, 3 қатын сөйлесіп отырмыз. Екі бала біздің балаларға қосылып, асырсап ойнап жатыр. Екеуде не шешесін, не әжесін іздеп сұрамайды. Апан-топан біздікілермен қуысып жүр. Жалпы, ол екеуінің сұрамайтыны маған белгіледі. Өйткені Маржанымыз 10 ай бойы қалада жүр. Оның шайпау шешесінде балаға деген жылу жоқ. Өз жанын өзі бағып сылаңдап отырған түрі суық қатын. Сонда мыналар неде біздесін? Бұлар әлі бала ғой. Қысқасы, екі немересін мойнына мінгізіп, ойнаған үлкен атам атып шығып күшке мінді. Бұл екеуі кенжебегімнің көзі ғой. Мен бұларды аламын. Осыдан бермесе, сотқа беремін, соттасамын, деп шықты. Алайда, менің атам білмеді. Маржанмен соттасу дегенің өте қауіпті еді. Сөйтіп отырғанда ел жататын уақыт болды. Төсек салып жүріп телефонға үңілдім. Мына қызықта қараңыз. Динара балаларды үйге апармаған болсаң, қасыңда қондыра салшы. Мен сыныптастар шақырып, центр кафеге келіп ем. Егер жылап мазаңдалмаса, бүгін сонда қала тұрсын, деп жазыпты. Қам жеме Маржан, түк те алаңдама. Олар уже томпиып ұйықтап жатыр, деп жазып жібердім. Сөйте тұршы Динара, деп жазып, рахмет деген саусағын шошайтқан жауап келді. Оны есткен үлкен атам мен енем екі немересін құшақтап, үйлеріне кетіп бара жатты. Апа, атам соттасқанмен ол балаларды ала алмайды, дедім азанғы шай үстінде. Төмен қарап көздерімен шер шұқып отырған енем басын жұлып алып жалт қарады. Мен бәрін түсіндіріп айтып жаттым. Ақшаға сеніп, соттасудың керегі жоқ. Ол деген бос сәурешілік. Онан да үлкен апаға айтып түсіндіріңіз. Соттасып әуреге түсіп, шығынданудың керегі жоқ, дедім. Менің ойымның үстінен түстің Келінжан. Мен де солай ойлап отырғаным. Бірақ ештеңе айтқым келіп тұрғаны жоқ. Оған себептер бар ғой, қайтейін, дейді. Сонан соң не себеп барын өзі айтты. Сотқа бермеңдер деп айтатын болсам, оның соңы біраз әңгіме болуы мүмкін. Кеше кенжебегімнің көзі деп жылады ғой. Сол маған қатты тиді, дейді енем. Бұл сөздің соңын түсіне қойдым. Сол баяғы менің байымның өліміне себепші болуы. Ол сорының өзі тірі қалса екен. Онан бері де 3 жыл өтті. Осы 3 жылда олардың ақшалары көбейіп қатты байып кетті. Ақша деген адамды бұзады. Айтса, бізді көре алмай отыр, деп те ойлап қалулары мүмкін ғой. Бір пенденің басындағыны екінші пенде қайдан білсін? Енем содан қорқып отыр. Ашу шақырып, менің баламды өлтірген сенің балаң, деп айтып салсашы. Сөзден сөз шығады, ойынан от шығады. Дұрысы, тып-тыныш араласпай жүрген. Апа, Маржан кеше қонақта болып,
қолы тимей кетіпті. Содан ұйықтайтын деп жатқанымызда жазды. Ол балаларды бермейді. Босқа өре болмайық. Сол үшін бүгін түсте екеуінде апарып беріп құтылайын, дедім. Мен сонда шынымен де аш пәледен қаш пәле дегенде құтылғым келген. Алайда мұның соңы үлкен айғай болатынын білмеппін. Қайдан білейін, шәйімді ішіп, күн сәскеге көтерілгенде үлкен атаның үйіне бардым. Сондағы ойым балаларды алып кету болатын. Апарып анасына табыстап қайтсам дегенмін. Сөйтсем, үлкен енемнің бергісі жоқ. Ертең апарсаң болмай ма, келіннен сұрашы. Атаң ерте тұрып жұмысына кетті. Түстен кейін сұранып келіп, балалардың қасында боламын дейді. Шал келмегенше мен мыналарды бере алмаймын, дейді. Содан басым салбырап үйге келдім. Соны бір ауыз Маржанға жазайын десем, бұл шырағым таңғы 4-тен бері телефонға қарамапты. Яғни WhatsAppқа кірмеген. Таңға дейін қаңғып жүре беретін балалы қатын болады екен ғой сірә. Баласыз болса бір жөн, түсінерем. Бір емес, 2 баласы бар келіншектің мұншама алаңсыз жүруі түсініксіз жағдай. Сол енді қаңғып, тап қазір ұйқыны сойып жатқан шығар. Жазып нем бар деп мен де үндемедім. Содан оқтын телефоныма үңілумен болдым. Бұл хатынан хабар жоқ. Сөйтіп жүргенде түс болды. Тамағымызды пісіріп жеп алдық. Онан 5-сіңгі шай болды. Келіннен хабар бар ма деп енем сұрады. Қолы босамай жатқан шығар. Хабар болмай тұр деп жуып шайдым. Алматыда жұмыс істеп жүр деп естідім. Оны мыналарға айтқаным жоқ. Бірақ мен естігенді олар да естиді ғой. Анау дүкендері тұрғанда, дейді енем. Әрине естиді ғой апа. Олар даже сізбен менен бұрын естиді деп қоштай жөнелдім. Өйткені анау дүкенге күн ұзақ қатындар келеді. Оның үстіне ақшасы бар адамды бәрі жағалайды. Қашан барсаң да 3-4 қатын жиналып өсек соғып тұрады. Олар біздің ауылдың ақпарат арналары. Олардың жаңалық айтпауы мүмкін емес. Әсіресе абысынға жағымпазданып, бұрынғы келіні жалы сөз айтпауы мүмкін емес. Тіпті тышып сигеніңді сөз қылады десем өтірік демеңіздер. Сонда үйде отырған менің енем естігенді олар естімеуі мүмкін емес қой. Менің енем соны меңзеп тұр. Сонымен 5 шайды де бітірдік. Ал Маржан келіннен әлде хабар жоқ еді. Сорлы ғой, сорлы демей не дейін. WhatsAppқа кіріп шығып отыр. Бірақ маған жазбайды. Сонда бұл қатынға мына 2 бала керек емес пе? Ал жазбасаң жазба, менің де саған жазбағаным болсын, деп тірлігімді жасап жүре бердім. Құрсын, күн кеш болды. Сонда да Маржанның балаларын сұрайтын түрі жоқ. Қорқайын дедім. Құрсын, бұл қатын аман ба өзі, деймін. Қазір әртүрлі бәле бар, десек те, WhatsAppта отырғанына қарағанда аман сияқты. Сол аралықта үлкен үйге шақырып жатыр деген хабар келді. Жетіп бардым. Сөйтсем, өзімен шаруамыз жоқ. Баланы бізге берсін. Саған аманат қып тапсырамын. Осы сәлемімді айтып бар келін, дейді үлкен атам. Не айтарымды білмей сасып қалдым. Өйткені мұндай аманатты арқалай алмаймын. Маржан маған шапысып менен көретіні анық. Сен әдейі алып кеттің десе не деймін? Онан қазір бәрін күтуге болады. Бәрі шығады. Тіпті мына қатын балаларымды ұрлап кетті деп сотқа берсе, сотталып кетпесем де біраз шығын боламын. Оны бұрынғы келін Маржан деп жүрген мыналар. Ол қазір келін емес, келсап қатын боп кеткен. Онымен ойнаған екенсіңдер, ойындарыңды осып жібереді. Сонда мен басым салбырап тағы да қайттым. Мұндайда енемнен ақыл сұрамайшы. Көтек, енді не істейміз келінжан? Қалайда алдап сулап алып, апарып беру керексің, дейді енем. Бірақ қалай аламыз? Қайтып аламыз? Атамның да, енемнің де бергісі жоқ. Тартып сірәді ала алмаймыз. Керісінше, сен де балаларыңды осында кел, бәрі бірге ойнап үйрене берсін, деп үлкен атам маған тапсырып жіберді. Атамның айтқаны біздің үйде бұйрық, талқыланбайды. Жалпы бұл әулетте еркектің айтқаны 2 болмайды. Қазірше еркегіне еркін сөйлейтін мына мен ғана. Ол да өзімнен кіші қайным болғандықтан кейде айтып алатын бар. Ал
анау аталарға немесе қайнағаға қарап сөйлеу деген бұл әулетке жат нәрсе. Тіпті көздеріне бас көтеріп тік қарамаймыз. Сонымен күн кешкіріп қараңғы түскенде менен күй кете бастады. Өзімнен өзім ыңғайстанып қорқып барамын. Әлде қандай болады деп ойланып жүріп, кешкі астың қамына кірістім. Сол аралықта Маржан келіннен хабар жоқ па деп қайта-қайта сұрап жүрген енемде тыпыршып болды. Әсте бір сұмдықтың боларын ол да сезген сияқты. Қысқасы, кеше түнде жазған Маржаныңыз бүгін түнде бірақ жазды. Динаш, мен түнде срочно Алматыға кетіп қалып ем. Пока ешкімге ештеңе айтпай қош. Мамамда қызулап ауырып отыр екен. Сол үшін балаларым, сенің қасыңда қала тұрсыншы. Өзім барғанда хабарласамын, деп жазыпты. Мақұл, деп жазып ем. Рахмет, Динаш, деген жауап алдым. Сонда ғана мойнымнан ауыр жүк түскендей болды. Өйткені бір қауіптен құтылғандай болдым. Сол күні адамдарда шым батты. Келін бәрін тындырды деп ойлады ма білмеймін. Біздің үй күн батқанда түрікше сериалға отырамыз. Көңіл күйің жақсы болса, бұл да бір алданыш. Онан соң алаңсыз ұйқыға кеттік. Ал ертесіне дүкенге бардым. Содан жеңешеме көмектесіп болып жүрмін. Продукт жағында өзі жүрген, киім-кешек жағында мен жүрмін. Күнделікті саудамыз жүріп жатқан. Бір кезде 6-шы сыныпта оқитын үлкен қызы кірді. Сонда мені шақырып алған жеңешем: келін, сен өзің қарайлай тұршы, біз ағаң екеуміз орталыққа барып келейік, деген өтінішін айтты. Жарайды жеңеше, барып келе қойыңыз, өзім бармын ғой, еш алаңдамаңыз, деп айта салдым. Арадан көп өтпей ағамның көлігі келіп тоқтады. Кассадан бір уыс ақша алып қалтасына салған жеңешем шығып кете барды. Сөйтіп қызы екеуміз қалдық. Айтып ем, бұл дүкен өте қолайлы жерде. Ауылдың ортасына өтетін үлкен жолдың бойында орналасқан. Сол жолдан өтетін жүргіншілер де осы дүкенге тоқтайды. Өйткені ауыл ортасы әрі 4 торап жолдың қиылысы. Сол аралықта енем қоңырау соқты. Келін, кішкентайды емізіп кетесің ба, әлде өзім апырайым ба, дейді. Әкеліңіз, дейін десем, күн суық еді, тоңдырып алармын деген оймен, өзім барайын апа, деп айта салдым. Келе ғой, деп тұтқаны қоя салды. Арғы жағынан кішкентай қызымның жылаған даусы шығып жатты. Шыдап тұра алмадым. Гүлім, сен өзің тұра тұршы, мен үйге барып келем, деп шығып кеттім. Әй, қырсық, телефоным қайда еді? Енеме сөйлес болып, сол жерге қоя салыппын. Осы күні телефонсыз жүру қайда? Біраз жер ұзап барып қайта жүгіріп кірдім. Онан зіп беріп, киімдер жағына өттім де, телефонымды қалтама салып шығып бара жаттым. Қашан келес шеше, деген кішкентай қыз қала берді. Әрісі жарты сағатта келемін, деп жүгіре жөнелдім. Үй мен дүкен арасында жақын бір ғана көше. Құрғақ күнде 5 минуттық жол. Содан келіп үйге кірсем, енем бөпемді көтеріп теңселіп жүр екен. Дереу қолынан ала сала, емшегімді шығарып аузына тостым. Аш қалған қызым итініп сорып жатыр. Осылайша арадан 5 минут өткен шығар. Сыртта жүрген енем жүгіріп кірді. Әй, келін, дүкен өртеніп жатыр, дейді дір-дір етіп. Иман әкем ұшып кетті. Қандай дүкен? Деппін сасқанымнан. Тілден қалған енем, өзіміздің дүкен, дейді үлкен атамның үй жағын көрсетіп. Қызымды тастай сала атып шықтым. Шырылдап жылаған қыз қала берді. Жүгіріп жортып келемін. Дүкеннің есігінен қара түтін будақтап жатыр. Қорыққанымнан қыстық пальтомды да кимеппін. Мен сорлы. Содан жан екпініммен келіп есіктен кірдім. Гүлім, гүлім, деп айқайлап жатырмын. Гүлімнен жауап жоқ. Мен сонда онан сайын бақырып айқайлап, қара түтіннің арасынан аласұрып қызды іздеп бастадым. Бір кезде тынысым тарылып, басым айналып бара жатты. Қайтып шығайын десем, айналамда түк көрінбейді. Ойбай, есік қайда, деймін айқайлап. Онан кім бар, деп есік жақта, деп бақыра жөнелдім. Сол кезде әлдебіреу келіп, суық суды шашып жерді. Онан шашымнан ұстап сүйрей жөнелді. Әрі қарай не болғанын білмеймін. Көзімді ашсам, тас төбемде аңырап жылап енем тұр. Ойбай апа, гүлім қайда, гүлім, деппін бақырып.
Әлдебір еркектің «Гүлім осында, аман есен бар қызым» деген даусы шықты. Сонда ғана басымды көтеріп, дүкен жаққа қарадым. Есік терезелерінен шыққан түтін қап-қара шолақ салып тастапты. Әбүйір болғанда жиналған жұрт сөндіріп үлгеріпті. Алайда мен тұрған киім-кешек жағы түгелдей жанып кеткен. Өртті сөндірмекші болған адамдар терезелерін сындырып тастаған. Сөйтіп, шелек-шелек су әкеліп шашқан. Әйтеуір, Құдай сақтап ауыздықтап үлгерген. Осылайша мен бейбақ, біреу еді маям, екеу болды қаям дегенің кебін кидім. Анау екі баланы қайғырып жүргенде, мынау жығылған үстіне жұдырық болды. Өйткені бірі-біріне іштей тіс қайраған екі әулеттің ортасына тағы да сыза түсті. Неге шығып кетіп, қайта кіріп шыққансың? Деп сұрады жеңешем. Телефоным қалып кеткен екен, соны алып шықтым, дедім. Жеңешем әрі қарай ештеңе демеді. Тек соңғы айтқаны, 2 миллиондық тауарым жанып кетті. Бұл әлі мына дүкенді жөндеуге кететін шығынды қоспағанда, деген болды. Міне, осымен бәрі бітті. Енді маған ескі комок та жоқ, өзі есептеп, өзі беретін жалақы да жоқ. Құрсын, екеуі де керек емес, кештім бәрін өттім. Тек мына екі отбасының ортасы ойсырап қалмаса болды деп келемін. Алайда мұның өкініштісі сол күні жеңеше мені шақырмаған. Үйде қарап жатқанша тыйын болсын деп мен сорлы өзім барған едім. Онан қызым жылады дегеніммен, телефон үшін қайта кіріп шыққаным күдік болды. Дегенмен өрт сөндірушілер берген қорытындыда өрт ішкі электр желісінен шыққан, ешқандай қасақана от қою, темекі тастау немесе сіріңкі жағу деген болмаған деп берді. Дегенмен бәрібір жеңешем менімен бұрынғыдай болмай қалды. Сәлем салсам, селсоқ суық амандасып қоя салатын болды. Әлдебір көріпкелге барыпты деп сыртта естім. Қасақана жасалған ештеңе жоқ деп айтыпты. Сонда да мен күдікке қалдым. Құрғыр, күдік дегенің иманнан айырады деген бар. Шын сөзімді айтайын, Алла куә, төбемде Құдай бар. Ол өртке менің түкте қатысым жоқ. Кемтік толар, жан аман болсын жеңеше, дүние деген табылады ғой. Сонда менің жеңешем біразға дейін бұртиып жүріп әрең басылды. Оған себеп, арадан көп өтпей, марқұмдардың жамбасы жерге тиген күн, деп екі үй мал сойып, ұлдарына Құран бағыштап жатты. Сол жерде сөйлеген үлкен атам, күбір-сыбырдың бәріне нүкте қойды. Малжан аман, отбасымыз бүтін тұрғанда, артық сөз айтушы болмаңдар. Біз Қуаныш екеуміз, бір атадан туған екі ағылмыз. Бізді Құдай айырмасын, жолда қосылғандар жөндеріне жүрсін, деп айтып салды. Әне, сонан соң барып жеңешемнің үні өшті. Қайтып дүкендегі өрт жайлы айтпайтын болды. Ал енді бұл беректе болған әңгіме. Мен Маржанның екі баласына оралайын. Сол екі бала біздің үйде бір апта жүрді. Сол бір аптада қарын тоқ, киім көк болды. Олар біздің үйде сондай үйренді. Үлкен атамды, болмаса үлкен енемді жетектеп, біздің үйге күнде келетін шығарды. Оларға керегі менің екі қызым. Төртеуі қосылып, үйдің ат көпірін шығарады. Күнұзақ ойнайды, шәй ішеді. Түрлі-түрлі тәттірек пісіріп беремін. Үлкен атамда шат-шадыман. Жұмыстан келгенде сол екі бала қайда жүрсе, сол үйге кіреді. Олар көбінше біздің үйде. Содан ел жататын уақытқа дейін күтіп отырады. Сонан соң ғана екеуін ертіп алып үйіне кетеді. Бірақ ол кісі күнұзақ жұмыста. Кейде төртеуінде көлігіне отырғызып алып ауылды қыдыртады. Тәттілер әпереді. Қысқасы қатты бауыр басты. Сөйтіп жүргенде бір күні тал түсте атой салып бұрынғы құдағи келді. Үйге кіріңіз, деп менің енем жалбақтаған болды. Алайда такси жалдап келдім, деген құдағи екі баланы жетектеп кете барды. Мен мына жақтан Маржанға жазып жаттым. Ол қатыннан жауап болмады. Көзді ашып жұмғанша құдағи көзден ғайып болды. Арадан көп өтпей үлкен ата жұмыстан келді. Біздің үйде деп ойласа керек. Менің қошақандарым қайда екен? деп кіріп келді. Сәлемін салған енем болған жағдайды баяндады. Сонда қолындағы тәттілер салынған
Пакетті лақтырып жіберген адам көлігіне қайта оралды. Оған қойыңыз, бармаңыз дейтін бізде қауқар бар ма? Ол кісіні тоқтататын менің атам ғана еді. Қырсыққанда атам да үйде болмады. Сол жерде үлкен атам шығып кетті. Өз атамызға қоңырау соғып, біз қала бердік. Ай осы, менің үлкен атам бекер қылды бекер, түсінесіз ба? Ол екі балапанның бойындағы қаны ғана сіздікі ата, өздері Маржандікі ғой, Маржандікі. Ал Маржаныңыз мен бірнеше рет соққан қоңырауды көтермеді. Демек, ол қатын ауылға келіп, әдейі шешесін жіберді деген сөз. Жалғасы бар.